82-де келіп, соның өзінде мәзбін келгеніме. Мен қанша жыл істесем, сонша жылдан бері келіп жатқандар да бар әлі. Бар именно осы біздің Сарыағаштың суы. Көптеген қазақтың жұлдыздары келіп өнерлерін көрсеткен. Достар, ал біз қазір Сарыағаш шипажайындамыз. 1946 жылы геологтар осы жерден мұнай табамыз деп 1400 метр тереңдіктен тұнық тап-таза минералды су тапқан. Бұл жер Келес өзенінің сол жағалауында орналасқан. Бұл Көктерек ауылының ең үлкен шипажайларының бірі. Сарыағаш шипажайының жалпы көлемі 30 гектар. Ал ендеше осы шипажайға келген кезде сіздер біріншіден регистратураға келесіздер. Бұл шипажайдың тарихы 1946 жылдан басталады және де бірінші ірге тасын қалануы Қонаев атамыздың қолдауымен болған. Оң жағымызда көріп тұрғандарыңыздай бірінші ұңғыма 1950 жыл. Бальнеологиялық емхана құрылысына жер таңдау жөніндегі комиссия мүшелері 1963 жыл. Мінекей тарихтың бәрі стендте көрсетілген. 250 кереуеттік 4 қабатты демалу құрылысы басталған сәт, яғни 1963 жыл, достар. Және де мінекей санаторий ішіндегі алғашқы жол 1964 жыл салынған. Мінекей корпустарымен бәрі көрсетілген. Осы корпусқа кіргеннен кейін бірінші мінекей регистратураға келесіз. Адам бірінші келген кезде қалай болады регистрациясы? Бірінші келген кезде бізде алдын ала осы телефондар арқылы бронь жасайды. 10-15 келмей жатып бронь жасайды. Келмей жатып. Немесе қолдарында осындай жолдама болады. Жолдамамен келеді. Жолдамасын береді, удостоверение жеке куәлігімен. Біз келген кісілердің барлығын тіркеп, талон береміз міне. Біреуін асхананың талоны, біреуі вахтершыға жаңа орын беретін жерде қыздарға талон береміз. Содан кейін ол кісілерге өздерінің жаңағы номер стандарт, полулюкс номерлеріне қарай, полулюкс номер болатын болса, бізде қызыл кітапшалар. Ал егер стандартный номер болатын болса, көк кітапшаны ашып, дәрігерге жіберетін жолдамамыз мынау мысалы. Ем кітапшаларымыз. Келген кісілер осы ем кітапша арқылы емін ары қарай жалғастырып жүреді. Карта лечения олар мысалға өз қалаларынан жаңағы өздерінің дерттерін анықтап, ауруларын анықтап сіздерге келеді. Өздерінің книжкаларымен сізге келеді, иә? Бізге телефонмен бронь жасаған кезде, немесе путевкамен договор жасаған кезде, міндетті түрде өзінің жаңа тұрғылықты жерінен 072 формада санаторный курортный картамен келу керек. Ол жақтағы врачтар санаторияға ем алуға болады, болмайды жөнінде жазылатын ол қағаз. Әрмен қарай енді емделуге өздеріңіздің врачтарыңыз жолдама береді. Жолдама ары қарай өзіміздің дәрігерлер қандай ем болады, болмайды, сол санаторный курортный картасына қарап, ары қарай емді өздері назначение береді. Осы жерге санаторияға тіркелу қай уақыттан басталады? Неше уақыттан, мысалы 9-дан 10-нан? Бізде тіркеу бөлімі 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Енді адамдар 9-дан 5-ке дейін күндізгі менеджерлар. Заезд дейміз ғой. Заезд күндері дүйсенбі, четверг күндері жаңағы. Дүйсенбі, четверг күндері келеді. Понедельник, четверг күндері. Олар сонда 12-ден кіре ме гостиницаларда ұқсап, әлде қалай? Сағат 12-ден 12-ке дейін бе? Бізде 12-ден, мысалы таңертең келсе, 9-да келе ме көбінесе? 9-да келеді, 10-да келеді, түстен кейінгі бағыттар бар жаңағы пойыздың Астана, Сарыағаш. Олар келесі күннен бастап емін қабылдайды, иә? Болмаса путевкалары мысалы сол келгенгі уақыттан сағаттан бастаймыз, мысалы бүгінгі күн сағат 4-те келетін болса, 13-нен 22-сіне дейін, 23 күні 4-ке дейін уақыттар болады. Қай уақытта келдің, сол уақытта шығасың? Иә. Осы жерден кейін осы ем кітапшасын алып, ем кітапшасы, кассаға барып төлейді, одан кейін жаңағы жоқ, бізге мысалы жолдамамен келген кісілер төлемейді. Алдын ала телефонмен бронь жасаған кісілер, мысалы біз өзіміздің списоктеріміз болады компьютерда. Осы списокпен қараймыз, ем алған кісілердің
егер бізде тіркеліп бронь жасалып тұрған болса, біз кассаға жолда жазып береміз. Касса арқылы накладной беріп, жолдама мен келгеннен кейін барып, біз кітапшаны ашамыз. Ал келесі үлкен холл, сол жағында үлкен клуб орналасқан, яғни концерттік зал, және де оң жағымызда столовыйға баратын жол. Міне қараңыздар, осы жерде мінеке суретте көрсетілген қазақтың батырлары, жазушылары, билері, және де Алаш Орда қайраткерлерінің суреттерін қойып қойған өте жақсы идея деп ойлаймын, достар. Тамаша. Дінмұхамед Қонаев атамыздың суреті бар екен. Осы Сарыағаш шипажайында демалушылардың бірі Күләш апамыздан бір сұхбат алсақ. Алматы қаласынан келдіңіз, Иә. Жасыңыз нешеде, апа? 82-де. 82-ге келдіңіз бе? Бәрекелді, тамаша. Иә. Өміріңізде қанша рет болдыңыз санаторияда? Жалпы осы жерге бірінші рет келдіңіз бе, қалай? Сарыағашқа бірінші рет келіп отырмын. Өте тамаша екен. Өте жақсы. Өкінем бұрыннан келмегеніме. Бұрыннан келу керек екен. Алматының санаторияда бәрінде болдым, бірақ мына Сарыағашқа келу керек екен. Өте өкінем. Өте жақсы, обслуживаниесі жақсы, қандай іші жақсы бәрі. Бау-бақша, иісі қандай әтір иіс, бәрі әтір иіс. Мен көріп тұрсаңдар, Сарыағашқа келіңдер. Ақшаларында аямаңдар. Келіңдер, жас кезінде келіңдер. Мен 82-де келіп, соның өзінде мәзбін келгеніме. Аллама рахмет бірінші. Соның қалған балаларыма рахмет түсіріп отқан. Мына обслуживающий персоналға не деуші еді жоғарда? Бастықтарына рахмет. Ұдайы Аллама мың рахмет мен осы. Атамыз бар ма? Атамыз 11 жыл қайтыс болды. Сол атамды алып келем керек еді. Қазір жүрмін ойлап, атам неге келмеген екен деп. Кім болып істедіңіз? Өмір бақи торговльда істедім. Алматыда бірақ жерде ломбард болған, сол ломбардта істедім, кассир болдым. Жақсы, өмірді жақсы көрдім, өмірді жақсы өткіздім. Бірақ енді өкінем мына 82-де ертерек келу керек. Жалпы бағалары қалай? Қолжетімді ме? Бағалары мына санатория төлеген ба? Иә. Болады. Қымбат емес. Жалпы өзіне адам денсаулығына аямау керек қой негізі. Иә, дұрыс айтасың, ақша ол аямау керек екен адамға. Ақша денсаулық, ең бірінші денсаулық, байлық, денсаулық. Мен көріп тұрған қауымдар, келіңдер, демалыңдар, өте керемет екен. Сарыағаш деген керемет. Рахмет, апа. Ұзақ жасаңыз. Жақсы жаным. Рахмет сізге. Алматылықтарға сәлем, бір қол бұлғап қойыңыз. Келіңдер. Рахмет. Бұл сіздерде ең үлкен асхана, иә? Иә, үлкен асханамыз. Қанша адам? Бір отырғанда 540 адам отырылады. Жаңағы демалушының өзінің орны бар бұл жерде, иә? Әр демалушы өзінің диетасы бойынша отырылады. Бұл жерде диеталар көп, 15 диетаның бәрі осы жерде. Сол диеталар бойынша демалушыларды, қонақтарымызды отырғыздырамыз. Оның ішінде сахарный диабеті болуы мүмкін, асқазанға, және язвасы барлар, асқазан аурулары осы жерге келеді, тамақтанады. Олар 5 мезгіл тамақтанады. Бүгінгі түскі асқа не беріп жатсыздар? Бүгінгі түскі асқа обедімізге салат қойылады. Морковный салат дейміз, маркавшы салатымыз бұл. Біріншіге беріледі, перловка беріледі, екіншіге лапша беріледі. Соны демалушыларымыз өздерінің қалауы бойынша біз береміз. Первыйдан кейін және второй беріледі, салат біріншіге салат болады, первый беріледі, сонысын второй беріледі. Одан кейін бізде компоттарымыз болады, сухофруктадан болады, свежий алмадан болады, одан қалса каркада беріледі. Енді кейде естеймін, адамдар осы шипажайға келіп, қарнымыз ашады дейді. Көбі түсінбейді. Бұл жерге диетический тамақ қой негізі. Ем алғаннан кейін. Иә, бұл жерде көбісі мына су ішеді ғой. Су ішкеннен кейін мына асқазанды жақсы қорытады. Мына судың қасиеттілігі сонда ғой. Сода мына тез қарынды аштырып жібереді. И біз беретін тамағымыздың бәрі диета болғаннан кейін қарынды аштырады. Ол рас ол. Иә. Қазір нақты 600 адам бар, иә? Осы жерде жатып қазір 548 адам бар. Бүгінгі күнге. Енді ана корпуста тамақ ішетіндер бар, иә? Иә, бізде бұдан басқа 7-ші корпусымыз бар. Ол жерде тамақ отдельно болады. Ол жерде апарып береміз. Корпустардың өзі бөлінеді ол жерде. Стандарт, полулюкс, люкс болып бөлінеді. Сол үшін ол да
бөлек болып саналады, бөлек апарып беріледі тамақтарды. Айман ханым, бұл жерде қанша жыл болды істеп жүргеніңізге? Бұл жерде міне 88 жылдан бері істеймін. 88 жылдан бері осы жерде жұмыс жасап жатырмын. Маған бұл жерде істеу өте ұнайды. Келген қонақтарыменен өте жақсы қарым-қатынаста боламын. Бәрі риза болып кетеді. Сол үшін мен жылда күтем ол кісілерді. Ол кісілер келеді. Мен қанша жыл істесем, сонша жылдан бері келіп жатқандар да бар әлі. 88 жылдан қаншамыз бірінші рет келгендер бар ғой? Ой, бар, 20 жылдан бері келіп жатқандар бар. Уже олардың түрін жаттап алған сияқтымын. Уже бір көрсем, уже мен ол кісілерді құшақ жайып қарсы аламын. Өйткені таныс болып қалған ғой. Көз таныс дегендей. Бір көргенде таныс болса, кейінгісі... Бір көрген көріс, екінші көрген таныс дейді. Иә, уже таныс болып қалған ол кісілерді уже келгенде бол. Мені сұрайды, мен де құшағы жайып қарсы аламын ол кісілерді. Мен өте қуаныштымын осы жерде келгеніме, осы жерде курорт санаториясында істеп отырғаныма өте қуаныштымын. Өзім ризамын. Мен өзім 87 жыл дүниеге келгем. 34 жыл енді жұмыс істеймісіз бұл жерде, иә? Иә, бұл жерде мен тұрмысқа осы жерге келіп шықтым. Содан міне тойым осы жерде өтті десеңші. Тойым осы жерде өсіп, өніп жатқан жайымыз бар осы жерден. Аллаға шүкір. Туған жеріңіз Сарыағаш? Туған жерім Жетісай қаласы. Жетісайда ма? Жетісай қаласы. Осы жерге Құдай мені бір жайындегі бақытымды осы жерден таптым. Құдайға шүкір. Тауба. Рахмет көп. Достар, мінекей қазір осы жерде Жан-Жақ ағамызбен сөйлесіп жатырмыз. Бұл осы Сарыағаш шипажайының терапевті болып келеді. Енді регистратурадан өткеннен кейін мінекей бірден өзінің история болезней кітапшасын дейміз ғой, соны алып осы ағамызға барасыз. Адамдар сіздерге қандай аурулармен келеді көбінесе? Аурудың түрі көп демекші, барлық аурулармен келе береді, бірақ бұл жерде опорный двигательный аппарат дейді ғой, мына сүйек буындарымен келеді, бүйрек ауруымен келеді, асқазан ауруымен келеді, ұйқы безі ауруымен келеді. В общем, іш құрылысының ауруымен, көбінесе іш құрылысымен келеді ғой, мына асқазан, бауыр, ұйқы без, солар ішек, солар емделу келеді. Кейін оны сопутствующий заболевание дейді, жаңағыдай қосалқы ауруларды былай емдей береміз. Аяқ, буын ауруларын емдей береміз. Бауыр енді самасы ғой енді. Бәрін емдей береміз, былайша айтқанда. Но егер противопоказания болмаса, мысалы гипоцидный гастрит деген болады. Гипоцидный болған кезде ана қышқылы азаяды ғой асқазанның. Сол кезде салқын ішеді. Нормальный кислотность болатын болса, қышқылы жақсы болатын болса, 38 градус ішеді. Ал егер асқазанда или 12-шекте жара болатын болса, или эрозия болатын болса, 42 градус ішеді. Шипажайға адамдар қай жақтан келеді, қай қалалардан келеді? Бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен келеді. Жақын шетел, Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, Тәжікстан болсын, сол жақтардан келеді. Даже алыс шетелден де келеді. Мен өзім практикам болған, Америкадан келген, Италиядан келген, Франциядан келген, Германиядан келген демалушылар болды. Емді қанша күн қабылдаған дұрыс? Негізі минимальный 5 күн деп. Минимальный енді 5 күн, ал толық 10 күн қабылдаған дұрыс болады. Ал негізі бұрында жолдама бойынша 24 күнге келетін еді. 24 күн жатқан. Қазір енді адамдардың жағдайына байланысты солай 10 күн. Осы жердегі құбыр 1946 жылы. Ол дәл осы жерде? Иә. Бірінші ұңғыма ашылған 46 жылы. Иә. Ол бұл жерден мұнай іздеген дейді ғой? Иә, бірінші кезде мұнай іздеген, сөйтіп мұнай іздеген кезде жаңағы жерді уже бұрғылаған кезде мұнайдың орнына жаңағы су шыққан. Ол суды кейін жауып тастаған, жауған екен, бірақ ол судың көзі ашылды ғой. Көзі ашылған, ол атқылай бастайды. Сөйтіп адамдар іше бастайды, жаңағыдай шомыла бастайды. Сөйтсе, жаңағыдай емдік қасиеті күшті екен. Содан кейін барып, оны неге жібереді? Институт кардиологии, неге? Алматыға. Өзбекстанға, иә. Сол жақтан жаңағыдай осындай емдік қасиеті бар деген не келеді, ұйғарым келеді. Содан кейін барып, осы жер. Судың құрамын зерттей келе 16 элемент бар екен. 16 химиялық элемент бар. Оның ішінде ең дұрысы, мысалы үшін біз айтамыз ғой, қант диабеті бари бар да. Сол ағзадағы қанның құрамын азайтады. Бірақ енді қант диабетіне жазылып кетпейді ол негізді, ол хронический процесс. Ал бірақ мөлшерін азайтады. Ал бүкіл
жаңағы СНГ Союз бойынша бұндай су, бариі бар су жоқ негізі. Әлем бойынша да көп жерде жоқ дейді ғой. Жоқ. Бариі бар, именно осы біздің Сарыағаштың суы жаңағы қант диабетіне жақсы көмектеседі. Оны енді айтып отырмын ғой, жазылдырып жібермейді, бірақ мөлшерін түсіреді. Мысалы үшін 15 болып келетін болса, кейінгі тапсырған кезде анализді жаңағы 10-ға түсіреді. Сондай жақсы эффектісі бар. Оны өзім көзім жетті оған, шынымен. Өздеріңіз мына жақта осы жерде тұрып, қай жердің суын ішесіз? Біз енді үйге су келген өзі жаңағы ішетін суымыз, содан ішеміз. Мына жерге келіп енді, ал жұмысқа келген кезде ол таңертеңнен кешке дейін осы су ішеміз. Қаланың суына қарағанда әлдеқайда пайдалы дейсіз ғой? Бұнымен шай қайнатып ішуге де бола ма? Болады. Бірақ андай шай саласыз ғой, жаңағы шайнекке шай салған кезде, бірақ андай қап-қара болып кетеді, түсі өзгеріп кетеді. Түсі өзгеріп кетеді ме? Мысалы үшін үйдің суына не қылсаңыз, шайдың түсі ғана болады ғой. Түсі қарайып, қою болады да, қою шай болады. Біз қазір бірінші корпусқа кірейін деп жатырмыз. Бұл жердегі жатын бөлмелер полулюкс және де стандарт бөлмелері. Соларды қарап өтейік. Бұл мінекей полулюкс номер, достар, қараңыздар. Бұл жерде 3, не болмаса 2 кровать және де 1 диван болады. Жеке әжетханалары бар, душпен бірге. Ал ендеше стандарт нөмірін көрейік. Шкаф, встроенный, телевизор, тумбочка, стол, 2 жатын орын. Және де дәл полулюкстей өздерінің душтары және де әжетханалары бар, кондиционерді бар, достар. Мінекей осылай. Және де бірінші корпуста мінекей дневной стационар, күндізгі стационар бөлім орналасқан, және де физиолечение қабылдайтын кабинеттерде бар, достар. Оған қоса, мінекей осы жерде көз дәрігері, окулист бар, мінекей арнайы бұл ақылы болады, стандартный емделуге келмейтін мәселелер бұл. Және де библиотека бар. Мінекей стоматология, УЗИ, зертхана дейді. Және де библиотека жабық. Бұл жер бауыр өт жуатын кабинет. Ал қазір біз 7-ші корпустамыз. Бұл 7-ші корпус VIP корпус болып есептелінеді. Осы жердің бөлек асханасы бар. 7-ші корпуста өздерінің бассейндары болады. Бұл бассейн июнь айынан бастап жұмыс жасайды. Жеке ресепшн стойкалары бар әр корпуста. Ал бұл VIP комната. Қараңыздар, бұл жерде де телевизор бар, жеке прихожкасы дейміз ғой, гостевой ма, өздерінің дивандары бар, холодильник, шайнек, кресло, және де мінекей 2 жатын орын. VIP номерда өздерінің балкондары бар. Сарыағаш шипажайында мені қызықтырған бір нәрсе, бұл жерде өздерінің жеке концерт залдары бар екен. Қараңыздар, қандай үлкен. Жалпы айтамда, сарыағаштықтар, шымкенттіктер пысық деймді. Осындай тамаша үлкен концерттік зал кейбір район орталықтарында да жоқ. 250 адамға орын бар бұл жерде, және де осы сахнаға аптасына 2 рет осы Қазақстанның жұлдыздары келіп концерттерін береді екен. Осы жерге Қуандық Рахым, Роза Әлқожа, көптеген қазақтың жұлдыздары келіп өнерлерін көрсеткен. Ол жұлдыздар келген кезде сарыағаштықтар естіп, өздері келіп, зал лық тола болады екен, достар. Билеттің орташа бағасы 3000 теңге ғана. Жалпы өзім отырып ойлап отырмда, Сарыағаш шипажайына келіп демалуға болады екен. Себебі мен өзіме ұнаған біраз нәрсе көрдім. Біріншіден, өзімде сахнада жүргеннен кейін маған
активизаланады, сахналанады. Екіншіден, көп адам ойлайды, мінекей, әйелімен бірге санаторияға барып демаламыз десе, балаларды не істейміз, балалар қайда болады дейді. Бұл жерде балаларға да арнайы бөлме қарастырылған, далада да балалар ойнайтын үлкен алаң бар. Және де осы Сарыағаш шипажайының басында айтып өткендей 30 гектар жері бар екен, өте кең, тамаша ағаштары әдемі, бүкіл Қазақстаннан әкелінген сияқты бұл ағаштар. Себебі жай осы Сарыағаштың көшелерінде кездеспейтін ағаштар бар. Көптеген адамдар осы жерге кешке жиналып, дискотекаға барады, әңгімелесіп, танысып, 5-10 күн жаттып, мысалға осы жерде 10 күн араласып, тіпті тамаша дос болып кетеді, құда жекжат болып кетеді бір-біріне. Бір өкініштісі, бұл жақсы ма жаман екенін білмеймін, осы Сарыағаш шипажайы жеке меншікке өтсін деген сұрақ қарастырылып жатыр. Бірақ осы Сарыағаш шипажайы главный, основной шипажай болғандықтан бұлардың бағалары да өте тиімді, қол жетімді. Және де осы шипажай, осы өңірдегі бағаларды ұстап тұрған шипажай. Жаңағы кейбір адамдардың айтуы бойынша шипажай жеке меншікке өтсе, бұл жердегі шипажайларының бағалары бірден өсіп кетеді деп жатыр. Жеке меншікке өткенде дұрыс шығар, себебі жағдай жасалынады көптеген. Бірақ қазіргі кездегі жағдайы өте тамаша. Жыл сайын бұл жер мүлдем босамайды. Ойымды қорытындылай келе, жаңағы бір апамыздың сөзі маған өте ұнады. Қап әттен жас кезімде келмеппін дейді. Шынына келер болсақ, жас кезінде жүгіреміз, жұмыс дейміз, бірақ денсаулыққа қарайтындай бізде уақыт болмайды, денсаулықты екінші орынға қоямыз. Кәртайған кезде денсаулығын жоқ болса, ол бір үлкен өкініштердің бірі. Сондықтан да тағы да айтарымыз, ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде. Келіңіздер, демалыңыздар, көріңіздер. Осы Көктерек ауылында 70-тен астам шипажай бар. Өздеріңізге қайсы ұнайды, қайсы көңілінен шығатын өздеріңіз келіп көріңіздер, демалыңыздар. Бәрі де қолжетімді. Все.